Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай қытырлақ вафли дайындайтын боламыз. Құрамы өте оңай, менімен бірге бастаңыздар. Ең алдымен 4 дана жұмыртқамызды жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, ақырындап қантымызды қосатын боламыз. Қант пен жаңағы жұмыртқа екеуі осылайынан біркелкі массаға келгенге дейін жақсылап араластыратын боламыз. Енді үстіне ерітілген осындай сары майымызды құятын боламыз. Менде закрома майы 82,5%. Барлық жерге соны қолдануға тырысамын. Және де үстіне бөлме температурасында сүт қосамын. Яғни барлығы біркелкі масса болғанға дейін осылай астынан үстіне венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Бізге ешқандай да миксердің қажеті жоқ, тек массаларымыз бір-біріне біріксе болғаны. Енді келесі этапта менде бұл жерде содасы, ас содасы, ұныма жақсылап осылай қосып араластырып алатын боламын. Менде бұл жерде ұным електен өтіп дайын тұр. Енді ақырындап 5 комочков осылай салып араластырып біркелкі сметанный масса болғанға дейін араластыратын боламыз. Мінекей осылайынан этап бойынша ешқандай да комочек қалмауы тиіс. Егер сізде ванильный сахар болса, немесе ванилин болса, қоссаңыздар болады. Мен қоспадым. Мінекей осылайынан шетінен ортасына қарай асықпай 1-2 минут көлемінде ұнымыздың барлығы бірігуі қажет. Мінекей менде осындай сұйық масса пайда болды. Мен осы жерде вафельницамды қыздырып қойдым. Мінекей өте сұйық болып кетті деп уайымдамаңыздар. Яғни біз ыдысымызға жаңағы вафельницамызды ең бірінші рет қосқан кезде бір майлап алсаңыздар болады. Мінекей мен жарты ожаудан құйдым, өте толтырмаймын. Сонда жаңағы тестамыз сұйық болып, қытырлақ болып шығатын болады. Мінекей осылайынан градусын жоғары жағынан көбейтіп азайтып қойсаңыздар болады. Мен осылайынан 2-3 минутта, яғни қарап отырмасаңыздар, бірден қыздырып, вафельницамыз қыздырып жібереді. Мінекей менде осылайынан бірінші партиям дайын болды. Осындай өзінің трубочкин көмегімен жақсылап осылай орап сәл 1-2 минутқа қойып қоятын боламыз. Өзі формасын ұстап қытырлақ болып шығатын болады. Осылайынан барлық қамырымызды құйып осылай пісіріп алатын боламыз. Формасын өздеріңізге қарай бүктеп, немесе трубочка тәріздес қып орасаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша өздеріңіз пісіріп ары қарай. Менде осындай барлығы трубочки түрінде шықты. Мінекей сондай қытырлақ, дәмді. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылайынан барлығын жасап асықпай орап шығатын боламыз. Яғни бұл вафлидің рецептісінен 20-25 штуктай вафли шығатын болады. Барлығын осылай асықпай, жарты ожаудан өте көп құюдың қажеті жоқ. Қалың емес, жұқалап осылай құйып, барлығын партиямен пісіріп алатын боласыздар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге мен Ажар.